Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz сол Furqan сүресінің 30-31 аяттарына шейін айтқан екенбіз өткен сабақтарымызда. Содан әрмен қарай иншалла жалғастырайық. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Алла тағала Furqan сүресінің 32 аятын былай деп жалғастырады екен. وقال الذين كفروا кәпір болған адамдар айтады екен. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Әлбетте кәпір дегенде түсінесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында көбінесе ойды 3-4 жерден келетін. Бірінші, әлбетте ол құрайыштықтар еді. Бірақ құрайыштықтарда өздерінде тұрақты діни білім болмағаннан кейін оны тек қана ақылмен айтады. Мысалы, неге жанында періште жүрмейді пайғамбардың? Неге жанындағы дүниесі көп болмайды? Деген сияқтағандай ақыли, бұлай айтқанда қалай айтса бір әдемі сөз шығар еді. Сауатсыз ойлар айтады негізі, да? Діни білімі жоқ, әйтеуір бір бұлай қарасаңыз енді күлкілеу келетін ойлар айтады. Бірақ солай қылып қара халыққа, қарапайым халыққа түсіндіргеннен кейін халық кейде еретін ол. Осы ойларды шығарушылардың жанында тағы да дін жағынан хабар бар адамдар бар. Олар яһудилер және христиандардан қалған жұрнақтар. Енді христиан дінін үйренгендер болмаған пайғамбардың заманында қатты бір. Дегенмен сол иудейлер бар еді. Бірақ иудейлер кейде анық айтатын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сауалды анық қылып айтып келеді. Немесе басқа арабтарға ақыл салып жіберетін. Мұса пайғамбар үйткен, бүйткен, сендер мынау Мұхаммедті саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар дейсіңдер, ол пайғамбар болса неге бүйтпейді деген әдейі ой тастайды, қисайту үшін. Міне осы ойлардың біреуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келген сөздермен. وقال الذين كفروا кәпір болған адамдар айтады дейді. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Құран неге Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға бірден түсе салмайды? Мұсаға бүкіл Құран түсе салды, бүкіл Таурат түсе салды, Исаға бүкіл Инжил түсе салды, одан алдыңғы Дәуд пайғамбарға Забур түсе салды, басқаларға да бір келгенде бүтін түседі. Бұл да сол пайғамбар емес ау дейді. Оған бүтін түскен жоқ дейді. Бөлініп түсіп жатыр еді. Көрдіңіз ба? Күмәнін қараңыз қаншалықты. Егер шын пайғамбар болса, әуелгі пайғамбарлар сияқты неге бүтін түсе салмайды? Деген сауал қояды. Кәдәлика нусаббиту бихи фуадак. Сонда Алла тағала жауап береді. Біз осылайша сенің жүрегіңе біз бұны Құранды орнықтыратын едік. Яғни бөліп түсіруден мақсатымыз жүрегіңе анық мықтырақ қылып орнықтыру үшін. Уаратталнаху тартила, және оны асықпай осылайша ұғынып түсіну оқуында үшін осылай болды. Білесіздер ме, өзге дін егелерінде, мынау ахл кітап дейміз, ол христиан, иудей діндерінде өздерінің кітаптарын толық жат білетін адамдар жоқ, және ондай бір мамандықта жоқ. Атта берілмейді, атақта берілмейді. Болған, мысалы Узайр деген пайғамбар болған. Узайр деген кісі негізі сол Рим империясында баяғыда Татос деген бір патша болады. Тарихты оқысаңыз. Сол Палестин жерін басып алады да, сөйтіп сол жердегінің барлығын тұтқынға алып кетіп қалады Римге. Римге алып кетіп қалады. Сөйтіп бірнеше жылдар өтеді, ол патша өліп қалады, одан кейін Рим империясы күйрей бастайды, басқа патшалар келеді, анау-мынау болғанда Бани Исраил қауымы азатта қалады да, еліне қайтуға рұқсат алады. Сөйтіп сол қайтып келе жатқанында бір құл, Аллаға қатты сенетін сондай бір тақуа кісі, аты Узайр болады, жолда тоқтап, оны иншалла уақиғасын әлде осыны бір кеңірек қылып па, мүмкін
тағы да өтіп кетерміз енді Бақара сүресінде. Сол бір жерлерде тоқтап қалып, бір Алланың кереметін көреді, қандай керемет екенін иншалла бір не қыламыз. Ол да бір үлкен бір қызық әңгіме да. Сол Алланың кереметін көреді да бір жерде ұйықтап, 100 жыл ұйықтап қалады. 100 жыл ұйықтайды. 100 жылда көшіп кеткен анау Рим империясынан көшкен Бани Исраил қауымы мында келіп, Палестин жеріне келіп орнығады, сол жерге тұрады. 100 жыл деген үлкен уақыт қой. Тіпті кітапты де өздерінше өзгеше жаза бастаған кездер болады екен. Сонда Узайр алейхиссалам қайттан тіріліп, Алланың бұйрығымен сол еліне қайтып келеді. Ол ойлайды, бір күн бір түн ұйықтадым дейді да, бар жоқ. Ары кетсе бір түн ұйықтағаншам, не бір күн ұйықтағаншам, жолда шаршап қалдым дейді. Бірақ кейін Алла тағала оған 100 жыл ұйықтатқанын түсіндіреді. Сөйтіп ол еліне барады. Сөйтсе бәрі Тауратты Мұса пайғамбардың өзгеше оқып жатыр. Олай оқымайды ғой, бұлай оқиды деп жатқа Тауратты айтып береді. Тауратты жатқа білген адамдардың бірі сол кісі болған екен. Бірақ одан бөлек, мысалы, Тауратты жатқа біледі дегендер жоқ та, біздің ислам әлемінде ондай емес та, біз олайша бізде үйтіп қаралмайды. Мысалы, Құранды жаттаған адам бізде өзге дін егелерінен, әхлі кітаптан әлде қайда көппіз. Әлде қайда деген жай сөз емес, кәдімгі өте көппіз. Әлем бойынша дейік 1,5 миллиард мұсылман болса, 1 миллиард, 1,5 миллиард мұсылман болса, енді аз дегенде бір 50 миллион ба, 100 миллиондай ма қари бар. Құранды жатқа біледі. Қараңыз. Сол 50 миллионның бәрі бір ауыздан Құран оқиды. Бірдейгі оқиды. Жан-жақта жаттаса да. Ол нені білдіреді? Құранның біреу екендігін білдіреді. Бір адам мысалы дейік Африкада Құран жаттады. Екінші Индонезияда, үшінші Россияда, төртінші дейік Америкада Құран жаттасында. Бәрін бір жерге жинап алып келсеңіз, бірдей оқиды. Созатын жерін бірдей созады, әріптерін бірдей айтады, сөздерін бірдей айтады. Ал дәл осылайша христианды алып, жан-жаққа тарқатып жіберіңіз да, сол жақтың мектебін оқып келсін да. Қанша жақтан христиан келсе, сонша түрлі болып, өздерінің дінін түсіндіріп береді олар. Қараңыз. Құранның ерекшелігі соншалықты 23 жыл бойы түскенменен Лайлатул Қадр түні дүние аспанына Құран бүтіндей түскен екен. Лайлатул Қадр түні дүние аспанына Құран бүтін түседі. Сөйтіп 23 жыл бойы әсте ақырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келе береді. Ақырында соны түсіндіргенде айтады ғой Алла тағала. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Егер саған олар қандай да бір мысал келтіріп айтатын болса, біз оған ақиқат тарапынан жауап беріп, оған керемет, мықты, әдемі түсіндіріп беретін едік. Яғни пайғамбарымыздың заманында ислам дінін, мысалы, қарапайым әшейін бір бүтін дін болып, соны 23 жыл бойы түсіндірген емес, бәлки бұл дінді Алла тағала біртіндеп халыққа ақырындап түсіндіріп алып келді. Сол үшін халықта сөз қалды, мұсылманшылық әсте-әсте. Жай-жай болады. Бірақ бұл деген сөз кейбір халықтардағы, мысалы, иштихад сондай өзгеріп кетті деп ойламаңыз да, ең соңында сондай бұйрық береді, міне ислам осыменен бүтін болды дегеннен кейін, енді халыққа исламды түсіндіргенде, енді әсте-әсте түсіндіресіз, бірақ бүтін болды деген сөз, яғни үкімдер басынан келмейді. Яғни бір халық, бір иштихадтағы адамдар, кейбіреулер, мысалы біздің өлкелерімізде кезінде Хизбут Тахрир сияқты топтар, осы топтарда сондай сөз болды. Біз қазір Мекке дәуіріндеміз, енді Мадина дәуіріне өтеміз. Сондықтан ол Мадина дәуірі келмей тұрып, біз Мекке дәуірінде жүрміз, бізге жаңағы мабда дейді, яғни негізді түсіндіру керек, ол былай, ол олай деген сияқты сөздерменен түсіндіретін. Олай қылып бөлінбейді негіз. Ислам бір бүтін. Бала мысалы туылғаннан кейін өседі, дұрыс па? Өсіп атқанда басы бірінші өсіп алып, сосын екі қолы, сосын екі аяғы өспейді ғой, дұрыс па? Қалай дамиды? Бәрі бірдей өседі, дұрыс па?
адамға да дін түсіндіргенде бәрін түсіндіреді, бірақ жай түсіндіреді. Түсінесіз бе? Яғни бірдей түсіндіресіз. Бірінші қолын сорайтып, сосын мына қолын сорайтып, сосын сөйтіп түсіндірілмейді да дін. Кейбір ижтихаттардың бұзықтығы сонда келді да. Бірінші мына жағын дамытып аламыз, сосын мына жағы келеді деп. Пайғамбарымыздың заманында солай келді. Өйткені осылай жүрекке орнықтыру керек болды. Бірақ кейіншелік бұл уағыз, осындай уағыз түрі, осылай дін түсіндіру түрі тоқтады. Құранның аятыменен тоқтатылды. Сол үшін айтылады, мысалы, мына жерде. Саған қандай мысал келтірсе, яһудилер немесе басқа адамдар бір мысал келтіріп айтады, тарихшылар келеді кейде. Баяғыда мынандай деген адам болған, оған не дейсің деп пайғамбарға сұрақ келетін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өзге пайғамбарлардан айырмашылығын қараңызшы. Жәбірейілдің өзі келіп түсіп, Құраннан аят алып келіп жауап беріліп отырады. Бірде-бір пайғамбарға бұндай қасиет берілмеген. Құран соншалықты күніге келіп отыратын, жаңартылып отыратын, жаңадан аят келіп отыратын, жаңа бұйрық түсіп отыратын. Сол үшін сахабалар кейде амал жасаған кезде қорқатын, абайлап жасайтын. Сұраған кезде де абайлап сұрайтын пайғамбарымыздан. Өйткені артығырақ сұрап қойса, Алладан бұйрық келеді, сол бұйрық болып қалуы мүмкін да. Соншалықты жаңадегі, көрдіңіз ба? Сахабаларды да тәрбиелегенде сабырлықпен тәрбиелейтін. Яғни кейде мұсылман дінін алғашқы қабылдаған адамда қызбалық болады, білесіздер, бірінші келген кез ұрып тұр жүректе деген, иман деген сыймай тұрады, бәрін істегісі келеді ғой. Жаңағыдегі ой қайнап тұр ғой жаңа. Қарасаңыз сахабаларда сондай қайнаған, бірақ қарасаңыз соларды Алла тағала тоқтату үшін сондай нәрсені, Құранды уақытымен жай-жай береді, үйретеді да. Артық сұрап қойын десе болмайды. Сол үшін анау иманы жайнап тұрса да қорқатын. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда тарапы намазына біраз келіп жүрді, келмей қойды. Жұрт сұрайды ғой, я Расулалла, неге келмедіңіз тарапыға? Көп келмейтін болдыңыз ғой дегенде, бұл ары қарай парыз болып қала ма деп қорықтым дейді сендер. Өйткені Құранның бұйрығы әлі келіп жатыр да, ар жағы ертең не болатын бір Құдай біледі. Пайғамбардың өзі білмейді. Қандай бұйрық керек? Қаншалықты иманың жайнап тұрса да, сабырлыққа үйретеді сахабалар. Ал кейінірек ислам діні толыққанды болғаннан кейін, сахабалар әбден орныққаннан кейін, енді дінді түсіндірген кезінде олар осылайша түсіндіре бастады. Яғни әсті-әсті да. Бір адам қайнап тұрса да, тоқта, сабыр ет, өзінің орнымен түсіндіреді. Сол үшін халықта сөз бар. Молданың айтқанын істе, істегенін істеме дейді. Өйткені молда дегенде қалай айтса болады. Енді намазды сізден көп оқыған, дінді сізден көбірек бұрын таныған адамның айтқанын істе дейді да, істегенін істемей ақ қой дейді. Өйткені ол пәлен уақыт болды да, дін ұстанып келе жатқанына. Дұрыс па? Ол нәпсін үйретіп қойды. Мысалы, түнгі нәпіл намаздарға үйретіп қойды, көп Құран оқуға үйретіп қойды. Нәпсі келіп қалды да оған бәріне. Сіз кеше қабылдадыңыз, бұл ислам дінін қабылдап, иманға кеше келіп, немесе кеше намаз бастадыңыз. Кеше намаз бастай салып, пәлен жылдан бері қарай оның бәрін үйреніп келген адамның жанына келе салып, дәл сол сияқты істейін деп ойламай қойыңыз. Өйткені біріншіден намазыңызда қателіктер бар. Өйткені бір намаздың өзін 3 жыл, 5 жылға шейін үйренеді адам. Қанша қателіктері болады. Әлі күнге шейін мысалы 4 жыл, 5 жыл намаз оқыған адамдар имамға қалай ұюын жөндеп түсіндіріп бере алмайды. Имам не істесе, не істеу керек деген. Дәреттің өзінде біраз сұрақтары болады. Ал енді ойлаңыз, ол егер молда адам болса, мысалы, бір пәлен жыл бойы намаз оқыған, қанша білім, кітап үйренген, қанша адамдардан уағыз тыңдап, жаңағыдай үлкен ұстаздарды естіген адам, ол бөлек болады ол дін ұстану әлбетте, дұрыс па? Дәл соның дін ұстанғанын кеше ғана намаз оқыған адам жүгіріп келіп ұстанса бола ма? Енді болады ғой әлбетте, егер ұстаналса да, соны қазақта әдейі айтып қойған да. Молданың
айтқанын істе дейді. Яғни барғанда сондай адамға маған айтшы, ол сіздің көтеретініңізді айтады да, сен былай істе дейді. Ар жағы жетсе келесің ғой дейді, уайымдамасай. Болады бәрі. Сол сияқты дінді түсіндіргенде де әсті-әсті түсіндіреді. Анау біреу уағыз айтқанда қызып кетеді екен. Қызып кеткені сонша, ана иманнан бастайды, 7 иманнан. Болды ғой, сосын ар жағы қиямет, жәннат, оның ішінде қажылық кетіп қалады, қалай қажылық қылу керек, ораза қалай тұту керек, зекет беруің керек, түнгі намаз оқу керек, Құран үйрену керек, хадис жаттау керек, бәрін айтып тастайды ғой ана жерде бір отырады мысалы. Соның бәрін айтып болса, анау адам, ой керемет екен, болды, мен сенімен біргемін деп айта ма? Жоқ, айтады, о, бұл ауыр екен, дұрыс дейді, рахмет. Енді Құда қаласа ниетім бар, сен баса бер. Ары қарай. Біз енді қоя тұрайық дейді да. Дұрыс па? Сол үшін біреуге түсіндіргенде қойған сұрағының маңын ғана түсіндіріңіз. Сұрақ қойып, сол сұрақтың маңын әдемілеп түсіндіріп бересіз. Түсіндің бе? Болды. Бір нәрсе айт десе, бастауыш нәрсе айтыңыз. Жеңіл нәрсе. Өйткені оның дәрежесі сол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бұндай нәрсе келген ба? Жоқ, әлде біреу ойлап тауып жатыр. Жоқ, мен бұны қалтамнан ойлап тапқан жоқ. Немесе анау әртүрлі мақалдарды айтып алдың, сен негізі пайғамбарымыздікіне сүйенбедің емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан да сөздер келген. Мысалы, Омар сахаба бір күні Хузайфа ибн Яманды жолықтырып қалады. Ол кісі қуанып келе жатыр екен. Не болды, қуанышың қойныңа сыймай тұр ғой дегенде, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис естідім дейді. Кім ля иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах десе, әйтеуір бір күні жәннатқа кіреді дейді да. Сол құлағына ұстап алады да. Осыны дейді, айтпайсың басқа ешкімге. Неге айтпаймын мен дейді. Басқа адамдарға айтсам, адамдар жалқау болып қалады. Сүйеніп қалады. Соған сүйеніп қалады. Дейді. Қараңыз. Бұл пайғамбардың білімін жасыру емес. Ол айтпайсың дегенде қарапайым халыққа айтпайды, бірақ түсінетін адамға жеткізіп береді ол басқа адамдарға. Бірақ негізі көпшілікке айта бермейтін де сөз болады екен. Ол айта бермейтін сөз дегенде діндегі бір сондай бір секрет, бір енді бір жаңағыдегі бір гитлерский пландар емес қой. Ананың нәпсісі көтере алмайды да. Ол жалқаулыққа кетіп қалады, немесе басқаға кетіп қалады. Сол үшін байқайсыздар ма? Кейде анау діни ұстаздан тәлім алмаған адамдар бәрін біліп тұрса да амалға жоқ болады. Мысалы, востоковедтер. Востоковедение деген бар ғой, шығыстанушылар. Шығыстанушылар дінді үйренеді. Араб тілін де біледі. Құранның да аудармасын оқуы мүмкін. Дінді де үйреніп алады. Бірақ өзінен амал болмайды да отырады. Өйткені оның ұстазы атеист еді. Ол діни ұстанымдағы адамнан тәлім алмайды. Діни атмосфераны кіріп арасымен жүрмейді. Ол басқа жақтан кірді да. Былай айтқанда ислам деген үлкен бақша болса, үлкен дарбазасынан кірген жоқ. Ол сырттан басқа біреудің бауында жүріп, анау бау мынандай деп айта салды да, басқа ағашты көрсетіп тұр. Басқа бауда жүр да. Мынау алмағаш, анада да дәл осы алма өсіп тұр. Мына өрік, анада да өсіп тұр. Бірақ ана бауға кіргізбейді да. Ол баудағы алма, ол баудағы ағаш бөлек қой. Екеуінің сорты бір болса да. Өйткені бағбаны екі түрлі, түсінесіз ба? Екі ағашты екі ұста ексе. Біреуі ағашты жақсы бұтай алатын адам, біреу ағашты бұтамайды. Мүлде ол адам енді ағаш емес, ол қарбыз еккен адам. Ол да диқаншы, бірақ ол жерді шұқитын адамда ағашты емес. Дұрыс па? Екеуі екі түрлі ғой, дұрыс па? Анау қарбыз қауын егетін адамнан алма қандай екен деп сұрай алмайсыз ғой, дұрыс па? Қандай деп сұрасаңыз айтады, бірақ ол қарбызға ұқсатып айтып береді да, жобасын. Ол да диқаншы болғасын түсінуі мүмкін, былай ойлатсып ше, бірақ бағбан сияқты
істей алмайды. Ағашты соншалықты пайуандтаудың ұсталары болған. Мысалы, Мичурин деген кісі болады. Сонда айтатында, мен бұны дейді, ботаниканы үйренгені соншалықты, мен өмірім жетпей жатыр дейді. Сәл өмірім жеткенде, қатты ауырып қалады да, өмірім жеткенде дейді, мен бір ағаштың басына қауын, бір жағына қарбыз, бір жағына асқабақ егетін едім деген. Ұсталығы соншалықты да. Ол бәрін өсіріп болды ғой, ағаштың үстіне шие, өрі, бәрін өсіріп бітірді да, енді ана жердегі нәрсені үстіне тығатындай дәрежеге бара жатқан ғой, мысалы, ойласаң. Білімді ол. Сол сияқты бауырлар, ислам дінінің өзін ішінде жүріп, соның өзін бірге сусындаған адам бір бөлек. Ай далада басқа бауда жүріп, басқа бақшада басқа нәрсені оқыған адам бір бөлек. Екеуі бір нәрсені үйретсе де. Түсінікті ғой. Аллазина яхшуруна аля вужухихим иля джаханнама улайка шаррун макана ва адаллу сабила. Соларды түсіндіріп айтады. Міне, осындай адамдар дейді, пайғамбарымыздың заманында күмән салған дінге. Ислам дініне неше түрлі күмәндар алып келетін адам, қазіргі заманда да сондай. Кімде-кім ислам дініне қандай да бір күмәндар тығып, күмән қылып халықтың арасына, елдің арасына іріткі тарқататын адамдар болса, яхшуруна аля вужухихим иля джаханнам. Дозаққа бетіменен жиналады дейді, отқа бетіменен лақтырылады. Улайка шаррун макан. Олар орны егеленгендердің ішіндегі ең жамандары, о адаллу сабиля, және адасқандардың ішіндегі ең жаманы. Сөйте тұра пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманын қараңызшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келді ол кісіге, дұрыс па? Бірақ ол кісінің алып келген ислам дінін неше түрлі адамдар қиғаштай бастады. Дұрыс емес түсіндіреді, біреулер күмән тастайды, кілең кедейлер екен, мұсылман ұстанғандар, анау екен, мынау екен, неше түрлі нәрселер таға бастады. Міне осындай неше түрлі күмәндардың арасында жүріп пайғамбарымыздың жүрегі ауырмайды деп ойлайсыздар ма? Тіпті пайғамбарымызға өтірікші деген ат қойды. Өтірікші аз сияқты, сиқыршы, жын тиген, жынданып кеткен дегенде сөздер айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйлеп тұрған кезінде жанына немере ағасы келіп бірге тұрып алып мазақтап тұратын болды. Абу Жахл сияқты, Абу Лахаб сияқты. Соншалықты қиналса да бұл кісі жүрегінде Аллаға деген махаббаты, Алланың бұйрығын орындауға деген сезімі тұрды. Сол сезімді не нәрсе оятып отырды білесіз ба? Мынандай Құранның аяттары. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады. Расында да біз Мұсаға кітап бердік, және оған онымен бірге оның інісі Харунды да жанына уәзір етіп қойдық дейді. Сонда екеуіне айттық, менің аяттарымды жалған деген қауымға барыңдар дедік. Олар барды. Болды, барлық не болса да болды. Фадаммарнаху тадмира. Бірақ соңында сол қауымның бытышын шығардық біз. Сөйтеді, сол іспен бітпейді. Ар жағында екінші пайғамбарды айтты. Алла тағала тоқтамайды о жерде. Тағы айтты. Қаума Нұх пайғамбардың да қауымы болған. Олар пайғамбарды жалған дегенде біз оларды суға батырдық. Сөйтіп адамдардың барлығына әйгілі етіп қойдық оны. Топан су басты деген әлі күнге шейін бар ғой, барлық жерде айтылады. Әйгілі етіп қойдық. Сөйтіп залым болған адамдарға жан күйзелтерлі азап дайындадық. Бітті ма? Жоқ, Алла тағала ары қарай жалғастырып айтады. Самуд, Ат қауымы, Рас қауымы, осы сияқты неше түрлі ұрпақтарды осылайша бір-бірінің арасында көптеген ұрпақтарды алып келдік. Олардың барлығын саған мысал келтіріп айттық. Сөйттік те барлығының быт-шытын шығарып жібердік. Неге? Неге Алла тағала бірнеше қауымды айтты да, біз пайғамбар жібердік. Сөйтті де өлтіріп жібердік ол қауым. Біз пайғамбар жібердік, ол қауым бытышын шығардық. Пайғамбар жібердік,
ол қауымның бытышын шығардық деп бірнеше пайғамбарда. Неге? Ол қауымның уақиғасын айтып, бізге кеңінен түсіндірген жоқ. Бұл жерде керегін айтты Алла тағала. Сол қауымды білесің ғой, иә, естігенбіз. Пайғамбар жіберді, иә, пайғамбарды да естігенбіз. Сөйтіп қауымның бытышын шығардық. Неге? Пайғамбардың айтқанын істемеді, құрыды деп тұр. Енді егер Мұхаммедке айтқанын істемесе, дәл осындай боласыңдар. Бұл пайғамбардың жанына әдейі қосылған сөздер еді. Өйткені сөздің басын неден бастадық біз? Пайғамбарымызға неше түрлі күмән айта бастады ғой, Құран бүтін түспейді ма? Үйтпейді ма, бүйтпейді ма дейді. Құран бүтін түсуі де мүмкін еді, бірақ жоқ. Адамдардың жүрегіне иман орнығу үшін, ислам діні кең түсу үшін әсте бөлініп түсе бастады. Сөйтті де неше түрлі қауымдарды келтіріп айтты. Көрдің ба? Пайғамбарлар келді. Сол пайғамбарлар келді де, олар сол пайғамбарға қарсы шығып құрып кетті деген. Егер сендер пайғамбарға қарсы шықсаңдар, көреді күндерің осы деп тұр. Осы жерде тағы бір сөзді мысал қылмай тұрмаса керек. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сөздер айтады Құранның басқа аяттарында. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға үлкен бау-бақша Алла тағала сыйлай салмайды? Күніге ана базарға барғаннан гөрі өзінің бау-бақшасына барып, ана жерде асқабақ, қауын, қарбыз, алма, өрік бәрін өсіріп қойса, жайлап жеп жүре бер. Біз шынымен мынау пайғамбар екен деп сенетін едік қой дейді. Алла тағала сөйтіп бірнеше сондай сөздерді айтып тұрып айтады. Оны істей алады Алла. Бірақ соны істегеннен кейін сендердің күндерің не болады? Білесіз бе? Ауыр болады. Өйткені Алла тағала тарапынан бір мұғжиза келсе, егер соған сенбесеңіз, болды. Сізге кешірім болмайды. Одан гөрі мұғжиза келмей, сенген жақсы. Егер Алла тарапынан мұғжиза келсе пайғамбардың алдында, соған бір адам сенбесе, бұл оған дозақ деген нәрсе уәжіп болып қалады. Дозақ оған уәжіп болады. Сол жерде ол құриды. Сондықтан кейде біреулер айтады ғой, мысалы, кейде ислам дініне қабылдап атқанда да бір, мысалы, әулие, әмбиелер, солардың кереметтері болу керек. Жоқ, кешіріңіздер, білесіздер ме? Біздің ақидада әулиелерге және олардың кереметтеріне сенеміз. Бірақ сол ақида кітабында анық жазылады. Әулие деген сөз міндетті түрде оның кереметі болу керек емес. Түсінесіздер ме? Яғни бір адам әулие десе, ол міндетті түрде бір жаңағы судың бетімен жүріп, оттың ішіне кіріп шығып, жаңағы сондай Меккеге барып намаз оқып келіп, жерден 3 метр көтеріліп тұрып намаз оқу міндет емес, бауырлар. Алланың әулиесі, Алланың досы деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әртүрлі түсіндіреді. Бір сөздерінде айтады. Бір адамдар бар, бір жерге келіп кетсе, адамдар оның келіп кеткенін білмейді де дейді. Бірақ Алла тағала соның келіп кеткенін қалап жүр. Бұл әулиенің достары. Сондай Алланың әулиелері бар екен да, сонда. Адамдар оны әулие екенін де танымайды. Танымақ түгіл, бір жерге келіп кетсе, оны ешкім келді, кетті демейді да. Әйтеуір біреу, көпшіліктің арасында қап-қара қара біреу да жүрген. Бірақ Алла тағала оны жақсы көреді. Сонда әулиені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипаттағанда, сондай да түрлері болар екен. Адамдар танымайды ол. Бірақ әулиенің біреуі. Сол жерде. Сол үшін айтады, халықта не дейді? Көптің дұғасын алыңдар дегені содан ғой. Өйткені көпшілік отырғанда аумин дегенде әйтеуір біреу мүмкін осының ішінде бір Алланың бір құлы отырған шығар. Ең сүйікті. Қолын көтерсе, қайтпайтын дұғасы. Тоқтаусыз қабыл болады. Дұғасы менен Алланың арасында перде тұрмайтын бір әулиесі отырған шығар Алла. Сол үшін көпшіліктен дұға алатыны, көпшілікпен бірге дұға жасайтыны содан болады. Сахабаларда да болған ондай дұғалар. Сахабалар баяғыда мысалы соғысқа кетіп баратқанда, немесе сол бір
өзіне маңызды дұға болатын болса, тек қана өзі сұрай бермеген, екінші бір кісіге барып, мен дұға қылайын, сен аумин деп тұр дейді, немесе сен маған дұға қылып берші дейтін. Неге? Өйткені ана кісінің тақуалығы, ана кісінің дұғасы мүмкін қабыл болып, сол бәрі менен артығырақ шығар дейді. Бауырлар, бұның бәрін мысалды айтқым келгені, әулие деген сөз, оның кереметтері бар, сондай бір адам болмайды ол. Ол Құдай сақтасын, мысалы бір Алланың қатты бір құлы, бір қара құлы, ол Алладан басқа ешкім білмейді оның әулие екенін. Тіпті өзі де білмеуі мүмкін. Сол үшін кейде бір ғалым айтады, адам өліп қалмай тұрып, тірі күнінде біреуді әулие деу қиын дейді. Өйткені білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда келген хадис бар. Бір адамды мақтамаңдар дейді. Мақтасаңдар да лә узарки алаллахи ахада деп айтыңдар. Мен Алладан өтіп кетпейін деп айтып қой дейді. Біреуді мақтайсыз да, мақтап тұрсыз. Бір керемет палуан да, ой, бір керемет жақсы адам, өзі палуан, өзі сондай ақ жүрек десеңіз де, айтуын айтып алсаңыз да артынан. Бірақ енді Алла білуші деп қою керек. Түсінесіз ба? Себебі бауырлар, оның жақсы жаман екенін сіз бен біз білмейміз. Алла біледі. Мүмкін, Құдай сақтасын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар емес пе? Бір адамдар бар дейді. Жәннатқа соншалықты жақын қалады, сондай амал жасағаннан. Бір ғана амалменен жәннатқа кіруге қалып тұрады, бір қадам қалып тұрады дейді. Сөйтеді да бір күнә жасап дозаққа кіріпті дейді. Керісінше бір адам сондай бір жаман болып, дозаққа кіруге бір қадам қалып тұрады, сөйтеді бір сауап амал жасап жәннатқа кіріп кетеді. Ешкімді жамандауға, немесе ешкімді бір сенімді түрде мақтауға болмайды бауырлар. Өйткені өмірі әлі бар ғой, өмірінің аяғына шейін қанша өзгереді адам, білесіз ба? Қанша адамдар бар, ішіп жүреді да бір күні иманға келген. Және керісінше, соншалықты намазхан, ораза болады да, бір күндері Құдай сақтасын, одан жаман адам жоқ. Кімнің өмірі қалай бітетінін бір Құдай біледі. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям суул хатима, яғни адам өмірінің ең соңы жаман болудан көп пана тілеңдер деген сөзі бар. Сіз ойламаңыз, мысалы, соншалықты мен аяққа тұрып алдым, болды осы жолдан адаспайын деп, жоқ, өмір бақи сұрап өту керек. Құран-ы Кәрімде не дейді? Уағбуд раббака хатта яътиякал яқин. Саған өлім келгенге дейін Раббыңа құлшылық етіп кет дейді. Ең соңғы деміңіз кеткенге дейін құлшылық етпесеңіз болмайды. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ الَّتِي أُمِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Алла тағала айтады. Олар Меккенің қауымы أَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ, немесе أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ, бір сол ауылға келді. Атау алал қария, ол Лут қауым туралы айтылып жатыр. Аллати умтират матарассау, олардың үстіне жаман жаңбыр жауған қауымның елін көрді олар көзімен. Афалам якуну яраунаха, оны сол жерді өздері көзімен көріп жүрген жоқ па не? Бәлки олар қайта тірілеміз деп ойламайтын, қияметтен қорықпайтындар дейді. Ол жер әлі күнге шейін бар бауырлар, Лут қауымының жері. Оны Мекке халқы да білетін не болғанын. Және Мекке халқы соны көрген, сәлақ көрген дегенде, сәлақ уақыт өткен сол Лут қауымының болған уақиғасынан. Соны біліп тұрса да, сондай Алланың азабы бар екенін біліп тұрса да, алдына пайғамбарға, келген пайғамбарға имансыз болғаннан кейін дейсіз о. وَإِذَا رَأَوْكَ إِيَّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, егер олар сені көрсе, сені мазақтайтын. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, мынау ма Алла тағала пайғамбар қойған дейтін.
сөйтіп ары қарай сөздерін айтады дейді. Инкада ла юдиллуна ан алихатина. Мынау Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам туралы айтады. Мынау бізді құдайларымыздан адастырып жіберейін деді ғой. Лаула ан сабарна алейха. Біз осы тура жолымызда сабырлық қылып қалмасақ, өздері тура жол деп ойлап тұр ғой соны. Бізді адастырып жіберетін еді дейді. Ва сауфа я'ламуна хина ярауна ал-азаба ман адаллу сабила. Алланың азабы келген кезінде кім жолдан адасушы екенін сол кезде көресіңдер. Сөз соңында осы жерде қортып айтатын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүгінгі осы тақырып бір ғана сондай бір тақырыптың аясында болды. Ол пайғамбарымызға неше түрлі күмәндар алып келген адамдар, пайғамбардың жанында жүріп оған иман келтірмеген адамдарға Алланың азабы болатындығы туралы. Бұл деген сөз, бауырлар, Құранның аятын естіп тұрып, пайғамбардың сөзін естіп тұрып, содан теріс бұрылған әрбір адамға, мына өмірдегі әрбір адамға да бұл нәрсе айтады. Құдай сақтасын. Егер бір адамға хидаят келіп, тура жол анық болғаннан кейін, сол тура жолдан бұрылып теріс қарайтын болса, Алланың аяты не пайғамбардың хадисі тұрып содан теріс қарайтын болса, ол адамға қызықпай қоймыз. Ол адамның артынан үлкен Алланың уәдесі, дозақ деген уәдесі тұр. Содан қашып болғанымыз жақсы. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Я Аллахым, барлық білмеген кішіде күнәларымызды, үлкен күнәларымызды кешір. Дерт сырқат науқастарымызға шипа бер. Өзің тура жолыңа бізді хидаят етіп, содан адастырма. Біздің елімізге тыныштық бер, исламға қуат, мұсылмандарға бірлік бер. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим.